Ахяр, Ахмежит ve Ялтада якыт вазиеті ағыр қалмақта. Арабачылар en az bir kaç литр бензин алмақ үшін bir kaç saat девамында балабан невбетлерді туралар. Айры-айры заправкаларда якыт арасыра пейдаула. Заправка сайыплері есе шубелі бір чызым таптылар. Бір заправка, бір кереден уч-дорт заправкаға бөліне bu ise керчектен бензиннің фелакетлі эксіклігі олса да ерде бар деген иллюзияны ярата. Ишгалчы Ахяр шер акиметі экстремаль чарелер көрмеге мечбур oldu. Эндіден сон тез заправкаларында бензиннің сатувлары бір елден 30 литрнен сынырлана. Янлық бұтын мұйым яқытыжы маркаларға айыттыр. Айы 92-ден башлап айы 100-ге қадар. Ишгалчы губернатор бойле тедбір захирлеріні топламаға ве вазиетіні стабиллештірмеге ярдым етежегіні білдірді. Айны вақытта бензин тоқтамай беріле, ама талапның артмасы бензин станцияларына да өз иш вақтын түзетмеге имкан бермей. Украина дениз флоту Русияның Брянск вилетіндегі Карачаевск электродеталь заводына Нептун ракеталарының уджум япылғанын таздықлады. Бұл корпорация арби истисалда, хусусан Химера FPV дронлары үшін қоланылған электрик разъемлерінің esas истисалжыдыр. Завод арби санай комплексінің 1,5 бинден зияде ишханесіне қызмет ете. Флот ise душманның да бір теминат зінжірні чықарамыз, деді. Кешкен гече Белгородтыки ТЭЦ ве подстанциялардан бірі янында патлавлар іштілді. Шер қысмен электрик, су ве интернетсіз қалды. Район сакенлері Шебекина, Старый Оскол ве Губкин шерлерінде де проблемлер олғанны білдірелер. Русия үчтимай ағыларда ачулы комментарийлерінен толды. Бізде де бойле олажақ. Украина тарафы ise хатырлата, женгте әр вақыт екі тараф ойнай. The Wall Street Journal хабереті санкциялар ве ятқызмаларының эксілмесі себебінден Русияда нефть яны 20 чықаруф түшіп башлай. Прогнозларға көре 10 йыллықның сонына жы эксілуф en azdan 10%-ға ола біле. Хусусан Ғарби Сибир, Урал ве Волга регионындаки ананеви ятқызмаларда вазиет ағырдыр. Русия өз үмітлеріні Арктика 20 ерлеріне бағылай, ама оларны ишлеп чықармақ үшін палы донатмалар керек. Москова санкциялар себебінден оларға ирішмеге имканны жойды. Бұндан да ғайры кадрларының эксіклігі ве танклерінің эксіклігі вазиетіні да мурекеплештіре. Экспертлер бұл яваш-яваш ве қачмас Русия жермай сағылқлашуы дейлер. Front Intelligence сайтының мәліматына көре 1,5 ел ішінде Русияның ордысының дезертерлік вақиялардың сайысы дейірлік 6 кере артты. 2022 сенесінден башлап, 2025 сенесіне язғаджы 13 бинден зияде хасталық қайдытылды. Бұйық сайда контрактлы аскерлердір, ама артқан сайын арбилер доғырдан-доғыры жебеден қачалар яда тедавиленген сон қайтмайлар. Бойле статистика рус аскерлерінде рухи кейфнің теңқіди тұшуыны көстере. Америка Қошма Штатлары президенті Дональд Трамп идаресінде Томагавк ракеталарны НАТО вастасынын Украинаға бермек имканы музакере етіле. Сенатор Джей Ди Венс Fox News телеканалында өз комментарийлерінде керчеклік денішкенін айты. Русия бинлернен аскерлеріні жоймақта, ама ичбір түрлі илерлевлер көрінмей. Соңки сөз Америка Қошма Штатларының президентіндедір. Егер қарар қабыл етілсе, бұл Украина ордысының жидди куветлештірілмесі олажақ. Молдованың Меркези Саляв комиссиясы протоколларының аман-аман 100%-ны ишледі. 1,5 миллионға яқын бюллетень бар. 5 партия ве блок Саляв босағасындан кечті. Президент Майя Сандуның әрекет ве даямлық рейлері аман-аман 51%-ны қазанды. Екінші ерді Игорь Дадонның ватанпервер Саляв блогы тура о Русиянен яқынлашуыны огге сүре. Ама оның нетижесі ярасы қадар аз. Парламентке да бір қач күчік Авропа тарафдары фырқалары да кіре. Бұ демекки мемлекетінің Авропа бірлігіне интеграцияға доғры yolu devam etecektir.
Молдованын сабық президенті Игорь Дадон Санду фырқасының ғалибесіні танымақтан редеті. О, Сандунын фырқа мемлекет ішінде ғайып болғаныны ветек диаспораның рейлері сайысында тұтып тұрғанын білдірді. Дадон енді Молдованың меркези сайлав комиссиясына шекерлеріні язды ве сонунаже күрешмеге сөз берді.